Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгін 13-ші сектор арнасынан көретіндеріңіз Испания Евро 2024-тің чемпионы атануы мүмкін. Парис Сен-Жерменге жаңадан келген қақпашы Доноруmmаны құртып жіберемін дейді. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып отыруды ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастайық, кеттік. Ал достар, кешегі Испания мен Италияның ойынынан бастайық. Жалпы Испанияның ойынын қарап отырып, кеше ләззат алдық десек те болады. Испания нағыз футболды көрсетті. Де ла Фуэнте керемет ойынды қойған екен Испанияға. Луис Энрикенің кезіндегі ішті пыстыратын бір пастармен ойнай беретін Испания жоқ қазір. Қазір Испанияда өте мықты қысым бар, өте мықты шабуыл бар. Кеше Италияға қарсы керемет ойын өткізді. Италияның алаңында өтті, ойынның бәрі десек те болады. Италия ұлттық құрамасы не істерін білмей қалды кеше. Істеген де жоқ ештеңе. Тек қана қорғанды болды. 1-0 есебімен ғана жеңді, бірақ та ол жерде 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 болса да болатын еді. Доноруммаға алғыс айтуы керек. Италия ұлттық құрамасы дәл мынандай Испанияға жанкүйер болғың келіп кетті деген қарап отырып, дәл мынандай Испания финалға дейін баратын болса да ешқандай өкініш жоқ. Керемет ойын көрсетті. Испания ұлттық құрамасының жанкүйерлерін шын жүректен құттықтаймыз жеңісімен. Және де дәл осы Испания біраз жерге барады, осы ойынды ұстанатын болса. Енді достар, Евро 2024 жалғасуда екінші айналым тіптен қызық болып келе жатыр бізге. Бүгін енді Словакия мен Украина кездесетін болады. Украина бірінші айналымда, бірінші ойында Румыниядан 3-0 есебімен ұтылып қалған болатын. Ол жерде фаворит Украина еді. Бүгін Словакия мен кездеседі. Словакия мен ойында да фаворит жеңетін команда Украина болып саналып тұр, сарапшылардың айтуынша. Енді Украинаға біз сәттілік тілейміз. Украина бүгінгі ойында жоқ дегенде бір гол салады, және де жеңілмейді деп алсақ болатын шығар. Екінші ойыны Франция Нидерландыға қарсы ойнайтын болады. Голландияға қарсы Франция ұлттық құрамасы мен Англия ұлттық құрамасы осы Еврода әлсіз ойын көрсетіп жатқанын білеміз. Бірақ та бүгін Франция өзінің Франция ұлттық құрамасы екенін көрсетіп, Франция өзінің негізгі фавориттардың бірі екенін көрсетіп, бүгін Нидерландыны оп-оңай жеңіп алады. -1 форамен деп жеңісін алсаңыздар да болатын шығар. Бұл әлбетте біздің болжам. Өздеріңіздің болжамдарыңыз болатын болса, 13-ші сектор арнасының демеушісі 1xbet 13-ші сектор деген промокод беріп отыр. Осы промокод арқылы алғашқы депозит үшін 200 000 теңгеге дейін бонустар беріп отыр достар. Бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. 1xbet-тің бонустарын алу үшін осы видеоның астындағы сілтемеге өтсеңіздер жеткілікті. Челси клубы Михаил Мудрикті сатуға дайын. Өздері Шахтердан 100 миллион евроға алған еді. Қазір 40 миллион евроға да сатуға дайын екендерін жеткізіп жатыр. Бірақ та әлі қазіргі Челсидің жаңа бас бапкері Мареска Мудрикті сатпау жайлы ешқандай да шешім қабылдаған жоқ. Оның деңгейін еврода бақылдағысы келеді, немесе тағы да бір маусым мүмкіндік бергісі келеді деген ақпараттар да бар. Негізінде Мудрик өте талантты, мықты, жылдам, жақсы ойыншы. Дриблингі де жақсы, жылдамдығы да жақсы. Енді соққылары қисық болғанымен жақсы соққылары бар. Оған бір мықты бапкер керек сияқты, бір түзу жолға салып жіберетін, реттеп жіберетін. Бірақ ол реттелеме. Мудрикта бәрі бар. Тәні жақсы, бірақ та ақылы, IQ-ы жетіспейді жасыл алаңда. Негізі ең маңызды нәрсе футболшы үшін ол ақыл болып саналады. Сондықтан да құр жүгірістен түк шықпауы да мүмкін. Негізінде қазір ең болмаса 40 миллионға сатуға мүмкіндік бар кезде сатып жібергендері де дұрыс шығар. Достар, сіздердің ойларыңыз қалай Мудрик жайлы? Өздеріңіздің ойларыңызды пікірге жаза отырыңыздар, ал біз ары қарай жылжимыз. Парис Сен-Жермен жаңа қақпашы алған болатын. Біреуіңіз білесіздер, біреуіңіз білмессіздер. Матвей Сафонов деген Ресейдің ойыншысы Краснодар командасынан алды. Және де осы Матвей Сафонов алғашқы сұхбатын берген екен. Ал енді тыңдаңыздар. Матвей Сафонов былай дейді: маған екінші қақпашы, нөмір 2 қақпашы боласың деген ақпарат келді. Жеткіздік, сөйлестік. Бірақ та ол мені қызықтырмайды. Мен бәрібірде нөмір 1 қақпашы бола алатыныма сенімдімін. Егер де ертең маусым бастағанда мен орындықта отыратын болсам, мен міндетті түрде Доноруммаға қысым жасаймын. Ол оңайлықпен бірінші қақпашы бола бермейді. Мәңгілік бірінші
екінші қақпашы болмайды. Мен оны орнынан алып тастайтын қақпашымын, деді Матвей Сафонов. Матвей Сафонов дегенді енді көп адам танымайтын да шығар, білмейтін де шығар. Ал Доннарумманың футбол әлеміндегі абыройы қандай екенін білесіздер. Енді жай ғана келіп күшік балағыңнан тартып ойнап жүрген сияқты ғой. Меніңше сондай сияқты. Доннарумма деген арыстан ғой ол. Матвей Сафоновты жанынан жүгіріп теуіп өте шығады ғой. Сән ғой оған Матвей Сафоновты орындықта отырғызып қою Доннаруммаға. Былайша менің ойымда. Бірақ та Матвей Сафоновтың енді қазіргі жігері мықты болып тұр. Мүмкіндік бәрібір де беріледі Сафоновқа. Себебі Францияның лигасы өте мықты лига емес, қорқатындай мүмкіндіктер беріледі. Ең басты Доннарумманы алып тастаймын демей қойсын бұл. Сол өзіне берілген мүмкіндікті жақсы пайдаланса, ары қарай өсетін қақпашы шығар бәлкім. Менің ойым сондай, Доннарумманы алып тастайтын қақпашы бұл емес. Өздеріңіздің ойларыңызды сіздерде комментарияға жаза отырсаңыздар болады. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет достар. 13 сектор арнасына жазылып отыруды, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ертең кездескенше.